Сәлеметсізбе. Мен мақсатына жететтен оқыпты ізденімпаз Василевская Яна. Щучинск қаласының 1-ші мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушысымын. Алдымда 9-ші сынып. Мен үшін мамандық таңдау кезі. Мен кім боламын? Жүрегіме жақын мамандықты таңдау керек. Тігінші? Жоқ. Ғалым? Жоқ. Дәрігер? Жоқ. Мұғалім? Өткені бүгінгі менің тауындым, менің болашақ өмірім. Мен тілдерді жетік меңгерудемін. Сондықтан болашақта қазақ тілімен байланысты мамандық таңдағым келеді. Қазақстан Республикасының азаматы болып, еліме еңбек еткім келеді. Мені қызықтыратын мамандықтар. Қазақ тілінің мұғалімі. Мемлекеттің негізін қалаудағы беделді рөл атқаратын мамандық. Стюардесса, аспан қарлығаштары, ең әдемі мамандықтардың бірі. Жұмысы ауыр, жалақысы тартымды, және тіл білумен қатар көптеген қыздардың арманы. Аудармашы. Қазіргі кезде шет тілін үйрену қиын емес. Алайда қазақ тілімен қатар шет тілін меңгеру мен үшін өте қызықты. Синхронды аудармашы. Елімізде енді ғана дамып келе жатқан сала. Оның басты себебі егеменде еліміздің мемлекеттік тілі қазақ тілінің мәртебесі артып отырғандығы. Бұл менің таңдауым. Аудармашы болу үшін Нұр-Сұлтан қаласында флагман курстары. Астана, Каспий, Алматы қаласының Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем. Көкшетау қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы университеттеріне талапкер болуға болады. Және Алматыда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен колледжінің есігі синхронды аудармашыға ашық. Мамандықтардың бірлігі маған тән. Аудармашылық арқылы мен аспанға да ұшамын, елдерді де көремін деген арманыма жетермін. Аудармашы болсаң, мына сілтемелер көмек береді. Назарыңызға рахмет.